істеймін жұмыс. Түсіпханова Бану Аманның қызымын. Кез. Мына жерде тарих пәні мұғалімі тұр, Ербол мұғалім. Мына жерде қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімі бар, Амандық деген мұғалім. Қалғандары міне оқушылар 7-8. Сізді көргісі келді әдейі. Құттықтайын деп, арнайы сыйлықтары бар, өлеңдері бар, сізге айтып беретін. Қаһарлы күндерді арпаласта, құныққан қанқұмарлы қанша қыста, мызғымай болат қорған армиямыз бір адым бастырмады Алтай қыста. Ой, рахмет. Отанға жаулар қаптада, опасыз жаулар таптауда, қасиетті жер үшін, қастерлі батыр ел үшін, Әлия Мәшік төлеген жаулардың көзін жойдылар. Даламыздың даңқысын балауса гүл балғыңыз, жанын қиып халық үшін жанып түскен ақ жұлдыз, мәңгі жасап жерденді биік бол деп таулардан, сенің балғын бейнеңді жасап қойдық мәрмәрден. Сілкінтіп семіреттер жердің жүзін, оқ борап снарядтар қыққандасың, хаттағын қалың жаудан тайсалмаған. Мен көрдім пилоткалық қазақ қызын, қолында пулеметті Максимоның, бойында күшігері тасқын оның, ерлермен тізе қосып шабуылды, оғымен қырған майдан ашты жолын. Сізге өз арнамды арнаған еді. Сұрапыл, соғыс, от жылдар, талайдың жанын жалмаған, сирепсің ерлер жоқсындар, азаттық жолын жалғаған. Сап түзеп түзде жүрдіңдер, елемей бәрін сырқаттың. Ұрысқа қанды кірдіңдер, ертеңі үшін ұрпақтың. Кеткен жоқ бәрі бекерге, гүлденген қалан сайында, ұрпағын дайын өтеуге, парызым біздің мойында. Болмасын соғыс күндері, бейбіт боп әлем елдері, тек қана болсын ілгері, азаттығымның керуені. Рахмет. Ойнағайындар. Өмірсіз жастарымыз ақ болсын, мектептеріңе бері аудан бойынша жоғары болсын. Рахмет ата. Рахмет айтқаныңыз келсін ата. Жойылсын жағы сөз соғыс деген, оқтаусын мәңгілік жойылсын. Бомбаның орнына тегістелген, көріктер музейге қойылсын. Кел достарым, ән бастайық, көтеріп тойлатып, даласын дала, баласын ана, жоқтамасын мәңгілік. Даласын дана, баласын ана, жоқтамасын мәңгілік. Ата, сізге сұрақ қойылған кеп тұр балалар. Бір-екі сұрақтарын қойса, рұқсат бар, сұрақ қойылғысы кеп тұр сізге. Балалар, сұрақ қойылғысы кеп тұр сізге. Бір жақынырақ қойыңдар. Жақынырақ. Ата, сіз соғысқа қай жасыңызда бардыңыз? Соғысқа қай жасыңызда бардыңыз дейді. 1943 жылы 23 мартта бардым. Там был военный подготовительный училище, немістер эвакуировать етуге басылауға даянғанда көшіп, Семейге келген. Соны Семейде бір жыл оқып, 12 жылда Тамбовқа қайта көшіп, Тамбов эвакуировать немістер босанғаннан кейін қайта барып. Оны бітіріп 44 жылы есімім шығып бардым ғой. 11 сентябрь октябрь ғой деймін, партияға кандидат болып өтіп 400 офицердің ішінде офицер орынбығы молодший дейді, молодший еді. Мен партияға өтіп бардым. Қолы солдатта өлгенше партияның мүшесі болып, кандидаты болып өтейін. Мен туғанымда да Совет үкіметі тәрбиелеген ленді кейде енді
Balığı da özgü esimizde o sözlerin esinde dolaşırsın yoldaşları önünde uğralap kol şefakta 11. Oktober'ın soğuksuğa atlanır hizmet. Sonradan 45. sene 60. 49. may Cengiz tuğup ben lisede 40 yanında hospitalda yatıp Oktober'ın 10'u da Karaganda'ya gelip o yüzden çıkıp oradan Avdan'a 12. yılda gelip sonra ben şehittim. Rahmet ata. Iya. Rahmet. Çok rahmet. Soğuz gezinde siz Aliye Menşik apalarınızı gördünüz mü? Başına israfım var. Kattırak. Soğukta Soğukta deydi. Aliye, Menşik apaylarını gördünüz mü deydi. niye Aliye, Menşik apaylarını gördünüz mü deydi soğukta. yoldaşlarım görünmedi? Yok, ama Kazak'ın batır kızları var koy. Aliye, Menşik soğuksularını gördünüz mü deydi. O kişilerle birge bolgan çok şöyle balalar soğuktan. Ben hiç görgüm yok. Aha. Eliyarı gördüm. Yok. 45 yaşında kaldım. Yalvardım onu, afiyet kuş. Febraldım onda. 2000 gizlerdim. Adı orada yesi Deutsch Schul'da geldi. Erzeyit'te Turhan'da. Sonra mina. El yaşandı. Yemiştin kızı var. İki vurgu. Ben bilmeyeyim. Mıltıktan atkanda. El yerin oğu. Senin eteğini ötüp ayağıma temiyor çıkıyorduk. Odan geni baskanı kolum böyle sandırdı. Sonunda Aliye gördüm ki bırak söyleşiven görleşkimin yok. Rahmet. Bismillah. İyi. İlk gün özüm köp söz bulup getirdi onu kaldım koy. Acaba çarşafımızda haklı. Tағы да қандай сұрақтар бар? Bir сұрақ қояйық, сосын болды ата демалсын, иә? Soğuz bitkensin qanday сезімде болдыңыз? Ne değil. Соғыс аяқталғаннан кейін қандай сезімде болдыңыз дейді. Соғыс аяқталғаннан кейін қандай сезімді бойыңыздан өткіздіңіз дейді. Özümün boyunda Жоқ. iyi. Соғыс аяқталды ғой? Ya. Сол кезде қандай сезімде болдыңыз дейді. Niye? Oğlum yerge gelip yer ortasında kıvanç bulmuyorlar artık niye kıvanç bulur? Ama sen yerge gelip önümü satıp yer kolumun ayrışta benim geçip çürüğün kolu. Yesimde sol unutulmaydı. Рахмет ата. Деніңіз сау болсын, аман болыңыз, осылай ортамызда жүре беріңіз ата. Сіздің мына ерлігіңіз, сіздің жасаған еңбегіңіз мына біздің келешек ұрпаққа ол дегеніңіз үлгі ғой, өнеге. Сондықтан сіздің мынау неңізді көрсін, өзіңізбен сұхбаттасын деп әдейі алып келдік балаларды. Сондықтан сізге енді біздің мына жеңіс алдында тілеріміз көп, сосын балалардың өзінің дайындап әкелген сыйлығы бар, балалар табыс етулеріңе болады атаға. Мына бір сізге әкелген балалардың сыйлығы мінекей. Соны мына жерге қояйық, иә. Тағы да мына өзінің нелері бар мінекей. Енді сізден сұрайтынымыз балаларға қандай тілегіңіз бар, бір батаңызды берсеңіз? Soğusun orada geride bir esik alıp bazılarının aldığı tohum indüstrisi için vergen orada
Максим Горкиясындағы мектептің кәріліктеміне үлкен рахмет, бірлік, адалдық, айбындық ауданның алдын қатарында табысқа жерге баланың көріміз жағынан, тәсір жағынан аман болып, әр уақытта бірге болайық. Аллаху акбар. Рахмет ата, рахмет. Ата көп жасаңыз. Көп рахмет сізге. Көп жасаңыз ата. Балалар басқа сұрақтар болса жайлап сөйлеп кейін. Сен кімнің қызысың?